Құрметті оқушылар, отыра қойыңыздар. Сабаққа дайынбыз ба? Көңіл-күйлеріңіз қандай? Бүгінгі біздің сабағымызды ары қарата жалғастырамыз. Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесі. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қандай екен? Шығармадан алынған үзінділерді қайта өңдеп, креативті жазу. Яғни бұл сабақта біз не істейміз? Шығарманы тағы да еске салып, тағы да бір оқып шығамыз. Одан кейін креативті жазу деген не? Өңдеп жазу дейді. Өңдеп креативті жазу дейді. Шығармадан алынған үзінділерді оқырманға жағымды болатындай, қызықты болатындай қайта өңдеп, өз ойымызша креативті жазамыз. Креативті жазу дегеніміз не? Қызықтыра, елге жаңаша, басқа тұрғыдан жазу, яғни басқа оймен мүмкін, креативті дегеніміз басқаша ойлау, тамаша, рахмет. Сендерге мына күйді тыңдатқызым келеді, күйді тыңдадық. Күй сіздерге ұнады ма? Қандай әсер алдыңыздар? Малика? Яман күй өте ұнады. Дыбыстары әуені де өте жағымды. Айым, онан бек. Жалпы маған осы күй өте ұнады. Күйдің әуені өте әдемі болып естілді. Және де осы күй маған өте қатты әсер етті. Бүгінгі біздің сабағымызға бұл күйдің қандай қызметі бар, қатынасы бар деп ойлайсыздар? Не себепті мен бүгін сабағымызды осы күйден бастадым? Кім айтады? Айым? Өткен сабақта Тахауи Ахтановтың күй аңызы атты шығармасын оқып, сол туралы ой қозғаған болатынбыз. Бүгінгі сабағымызбен осы күйдің қатынасы дәл сода деп ойлаймын. Бүгінде біз күй туралы көптеген мәліметтер біле аламыз. Тамаша, айым, рахмет. Құрметті оқушылар, сабағының тақырыбымен, мақсатымен танысты. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын, ол кім, бұл не әдісі арқылы мына берілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақты Нұрай оқығыш, не дейді? Күйшінің өмірі осы. Қамшыны тастай беріп домбыра ұстайсың. Домбырада бастап кетсе, қолың тағы тигізгенде болады. Солай, Оразбек шырағым бұл сөзді айтқан. Ал сұрақты оқыды Нұрай. Еске түсіреміз, осы үзіндіні, осы сөздерді кім айтты, қай кейіпкер айтты? Қасында кіммен сөйлесіп отыр? Оразбекпен сөйлесіп отыр. Яғни Малика? Бұл сөзді айтқан естемес. Естемес ол кім? Күйші. Рахмет. Келесі сұрақ. Оқышы. Сізге қарттық қайда есеке? Әлі де біреуді айттыруға болады ғой. Бұл сөзді айтқан кім? Бұл сөзді кім айтты балдар? Еске түсіреміз. Сізге қарттық қайда? Есеке. Есеке дегеніміз кім? Естемес. Әлі де біреудің айтуға болады ғой. Аха. Ал Алижан? Ол Оразбек те ойлайды. Оразбек те ойлайды. Дұрыс па балдар? Ол кім Оразбек? Күйші. Ол да күйші кімнің? Естемес қашасында еріп жүрген шәкірт десек болады. Жақсы. Нұртіле үшінші сұрақты оқи ғой. Екі күйші өнерлерін бірдей салынды деді. Ол сөзді айтқан кім? Бұл сөзді кім айтты? Екі күйші өнерлерді бірдей салсын деді, әдемі. Бұл сөзді айтқан Жаңыл дегеніміз кім? Жаңыл деген ол ақсақалдың Қызы. Жалғыз ғана бір тал қыз екен. Тамаша. Жаңыл екен. Соңғы төртінші сұрақты оқиды Анеля. Тамыр қураған ағашты семір, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы күйі қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі әсіресе телміре қараған жасқа толы мөлдір көздері екі күйшіге қатты әсер етті. Бұл не? Бұл не дейді? Тағы да осы кейіпкерлердің басқа тағы кім болды, Нұрай? Менің ойымша бұлар. Бұл кім? Бұл не? Әдіс арқылы сұрақтарға жауап берді. Еске түсірдік пе шығарманы? Мен қолымнан нені біліп тұрсың? Домбыра біздің қандай аспап? Халық аспабы. Біздің әр қазақтың төрінде тұратын киелі домбырамыз. Ендеше бүгінгі біз сабағымызды 10 балдық жүйені осы домбыра әдісі арқылы бағалайтын боламыз. Қазір әр қайсыларға осы домбырадан бір-бірден беремін. Мына төменгі жағына, яғни тиіп тұрған жерге өздерінің есімдерін жазасыңдар.
және де жаңағы ол кім, бұл не әдісінде кім осы сұрақтардың жауабын білді, кім қандай балл алды, қасына түртіп отырасыздар. Ендеше келесі тапсырмамызға өтеміз. Егер мен автор болсам деген әдіс, берілген үзіндіні қайта өңдеп жазып шығыңыз. Яғни оқушылар, мен автор болсам деп жазып шығуы тиіс. Тапсырма түсінікті ғой, иә? Дескриптор берілген үзіндіні ықшамдап жазады. Не бұл ықшамдап жазады деген? Иә, өңдейсіңдер, иә, қысқартасыңдар. Берілген үзіндіні өңдеп жазып шығады, яғни өзгертесіңдер, өңдейсіңдер, иә? Мәтіннің мазмұнын өңдейді, сөйлемдердің құрылымын сақтайды, жалпы қанша балл? 4 балл береді. Ипан тауынан бергі ылғидағы қайнарда жұпыны ғана жалғыз қараша үйді көрді. Нар үйге жеткенде басына үкілі тақия киген талдырмаш денелі қыз шығып, бұйдасын шешіп, есік алдындағы қазыққа байлады. Екі атты да сау етіп келіп, қарбала сау деп аттан түсті. Қыз бала қаймықпай жолаушылардың қасына келіп, ізетпен үйге шақырып, естемістің тізгінін алып, белдеуге өзі байлады. Әкемнің ұлы жоқ, айып етпеңіздер, деді даусы сыңғырлап. Түндігі бүркеулі қара көлеңке үйдің ішінде жалғыз шалдан басқа адам жоқ екен. Ол орнынан тұрып, қонақтардың сәлемін алып, екі күйшіні төрге отырғызды. Жаңылай, қалқам, түндікті аш, деп дауыстады. Ал, жол болсын шырақтарым. Әлей болсын, біз ел аралап жүрген күйші боламыз. Менің есімім Естеміс. Мына жігіт Оразымбет күйші. Өзімде шырамытып отыр едім. Ана жылы ел осы қайнарда отырғанда, 2 күн күй тартып, құлақ құрышын бір қандырып кетіп еңау. Осы кезде үйге жаңыл кіріп, төменгі жаққа келіп отырды. Естеміс қабағасынан қыздың тұлғасын шолып өтті. Жасы 16-17-лердің шамасында болар. Шал, арғел, бергелдің хабарын сұрастырып отырғанда да, күйші пейілі түсіп, сөз арасында қызға қарай берді. Тіпті бұл үйдің жолаушыларға сусын ұсынып, қазан астына от жағуды ұмытып кеткені де есіне келмеді. Шал аз уақыт тұйықталып төмен қарап отырды да, бір кезде басын көтеріп алып, Естеміс шырағым деді. Өлімнен ұят күшті. Сен келгенде бір тостаған су тауып бере алмай, жерге қарап отырмыз. Мына үзіндіні не істейміз? Өте Ал құрметті оқушылар, уақытымыз аяқталды. Біз не істейміз? Уақытқа бағынамыз. Сондықтан қаламдарыңызды қойыңыздар. Ал оқиық. Кім бастап оқиды? Малика, тұрып оқи қойшы. Егер мен автор болсам, Жаңылдың орнына 2 күйшіні ер жеткен Айтуар атты жігіт қарсы алушы еді. Сол кезде шалдың сұранысы бойынша Естеміс әдемілеп күйініп, нарын емшегі еліп, Жаңыл мен шалға жақсы болушы еді. Ал бұл жасаған ісі үшін шал күйшіге үйдегі жаңа домбырасын сыйға тартушы еді. Яғни шығармада біраз жер нышанда өзгертіпсің, иә? Креативті өзгерткенде балалар ұнады ма сендерге? Рахмет, Малика, көп рахмет. Анеля, айта ғой, тыңдаймыз. Егер мен автор болсам, осы үзіндіні бұлай өзгертуші еді. Ипан тауынан келе жатқан 2 жігіт өз алдында нарды көріп, нарға келе басады. Алдына әдемі сұлу қыз шығады. Қызбен танысып үйге кіреді. Оразымбет пен Естеміс Жаңылға көз салады. Біраз уақыттан кейін Оразымбет далаға шығып кетеді. Оның артынан Жаңыл шықты. Жаңыл екеуі қашып кетеді. Ең соңында Оразымбет пен Жаңыл бақытты болады. Тамаша. Яғни ешқандай нарды білмейді, иә? Бірден ғашық болады, иә? Балалар тыңдап отырмыз ба? Иә. Қызықты ма? Тамаша. Егер автор болса, андай солай жазар еді. Рахмет. Құрметті оқушылар, қолдарыңыздар домбыраларыңызды алып, тез ғана дискрипторменен өздеріңді бағалап шығыңдар. Құрметті оқушылар, бағалап болсаңыздар, дискриптор бойынша ендеше балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы домбыраға байланысты болғандықтан, күйге байланысты болғандықтан, мен қолқаны сендерге салғым келіп тұр. Мүмкін араларынан біреулерің шығып домбыраның күйін өтіп бересіңдер. Бар ма домбырада ойнайтын балалар? Мен ойлаймын. Тамаша, Бақтияр, домбырада ойнап берсін. Біз қалғанымызды не істейміз? Бақтиярды тыңдайық.
аяқтау тапсырмасы беріледі. Мәтіннің қорытынды бөлімін, қай бөлімін? Қорытынды бөлімін креативті жазып аяқталу қажет. Ойланып қалған шал басын көтеріп алып, тағы да тіл қатты. Апырай, осы мал жарықтықтың күйге елігетіні болады деуші еді. Естеміз шырағым, өнеріңді салып көрсең қайтеді. Хақта қала көз жасымызды көрсе, кім білет, нарымыз еп кетер. Салшы өнеріңді қарағым. Қолымнан келсе, не сұрасаң да берейін. Не сұрасам да бересіз бе? Деп естеміз жалт етіп жаңылға көз тастады. Беремін қарағым. Жаңыл сытылып үйден шығып кетті. Ақсақал, сізді елде жоқ қолқа салып отырсыз. Осы күнге дейін жар сүймей келе жатыр едім. Шал естемістің қолқасын түсініп төмен қарап ойланып қалды. Апырай, мынауың шынында да елде жоқ қолқа екен, деді ол сәлден кейін. Ай, бірақ сен де бір азаматсың ғой, баламды қор қылмассың. Сөзім сөз, өнерің жетсе, тілегіңді бердім қарағым. Осы кезде Жаңыл есіктен қарап, екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деді. Мейлі, болсын, кәне Жаңыл қарағым, нарыңды тұрғызып, шелегіңді тоса бер. Деп естеміз домбырасын ұстап орнынан тұрды. Жаңыл нарды үйге жақынырақ әкеліп байлады. Шал тула қалып шығып, нардың алдына төседі. Жаңыл қарындағы шелегін алып, түйенің желіне тосып, сауыға ыңғайланды. Күйшінің жіті көзі қыздың әр қимылын қапсыз бағады. Естеміз ішінен, қасында тұрсаң да алыстағы арманым екенсің. Күй қанатымен қуып көрейін, деп Жаңылға телміре қарап сәл тұрды. Күйші жүгіне беріп, сәт деп домбырасын қағып жіберді. Осы жерде арғақтай не істейміз? Жалғастырамыз. Құрметті оқушылар, уақыт аяқталды. Жұмысымызды аяқтай қаламызды көрейік. Жақсы, кім бастап оқиды? Күйді тартып жатқан кезде нардың емшегін дірледі. Содан кейін ақсақал өзінің қызын Оразымбетке емес Естемеске табыстайды. Естемеске табыстайды, тамаша. Ал шығармада не істейді? Оразымбетке қосылады. Жақсы, рахмет. Тағы да Күй аяқталғаннан соң, нардың бойына қан жүргенде болып, сүтті шелекке құя бастайды. Ақсақал қаттықтан болып, күйдің құдіреті не екенін өте жақсы түсінеді. Тамаша. Ақсақал сөзінде тұрып, қызын Естемес күйшіге береді. Сөйтіп Естемес пен Жаңыл бақытты өмір кешеді. Бақытты өмір кешеді. Жақсы, рахмет Нұртілеу. Анель, сен қалай аяқтадың? Оразбек домбыраны алып күй тарта бастады. Күй біткен соң нардың сүті шелекке сауда құйылды. Соның нәтижесінде Жаңыл Оразымбетті таңдап, бірге бақытты өмір сүреді. Осылай нар берген күйі пайда болды. Дүниеге келді. Пайда болған жоқ, дүниеге келген еді. Тамаша. Ал құрметті оқушылар, бұл тапсырманы аяқтады. Қолымызға домбырамызды алып, өзімізді дискриптор бойынша бағалап шығамыз. Бағалап болсақ, тақтаға назар аударамыз. Табыс баспалдағы дейді. Енді балалар, сабағымыздың тақырыбы қандай еске түсейікші? Күй арқысы және соның ішіндегі күйдің біздің өміріміздегі маңыздылығы, рөлі жайлы айтып, соны талқылау. Жақсы, ал сабақтың мақсаты қандай? Шығарманы өңдеп, оны креативті жазу. Тамаша, берілген шығарманы өңдеп, креативті жазу. Анель, сен қай бөлімдесің? Менің ойымша, мен барлығы түсінікті бөлігіндемін. Себебі? Қалай бұл? Бәрі түсінікті екен. Барлық тапсырмалар мен үшін оңай болды, және де осы мәтін маған түсінікті болды. Тамаша. Үйге тапсырмамыз. Оқулықпен жұмыс жасаймыз.